Жер бетіндегі әртүрлі халықтардың тарихында саны жағынан аз жасақтың жаудың басым күшіне төтеп бергені жайлы таңғажайып оқиғалар кездесіп жатады. Әдетте мұндай ерліктер уақыт өте келе аңызға айналып, жыр дастандар мен тарихи шығармалардың бетінде көрініс тауып жатады. Осы сияқты ерлікке толы оқиғалар қазақ халқының тарихында да аз емес. Солардың бірі 379 жыл бұрын болған Орбұлақ шайқасы. Бұл шайқаста 600 қазақ жауынгері 50 мың жоңғар әскеріне қарсы тұрған. Ойрат атауымен белгілі батыс моңғол тайпалары Қытайдың солтүстік батысындағы жоңғар жазығы мекендейтін және де өздерін басқа моңғол тайпаларынан бөлек ұстайтын. Юань империясы құлағаннан кейін олар жоңғар хандығын құрды. 17 ғасырдың ортасынан бастап Жоңғарияның стратегиялық мақсаты көрші мемлекеттердің жерін басып алу арқылы мал жайылымдарын көбейту болды. Жетісу мен Орта Азияға қатысты агрессивті сыртқы саясаты қазақ-жоңғар қатынасын ушықтырып, жиі қақтығыстарға әкеліп отырды. Жоңғарларға қарсы жорықтарды Есім ханның ұлы Жәңгір сұлтан басқарды. 1635 жылы Жәңгір сұлтан жоңғарларға қарсы бір қатар ірі шайқастар өткізді. Алайда сол шайқастардың бірінде жеңіліс тауып, тұтқынға түседі. Көп ұзамай ол тұтқыннан босатылады. Алайда қашып құтылды ма, әлде келісіммен айырбастап алынды ма, ол жағы белгісіз. Жәңгір сұлтан тұтқында кезінде Жоңғарияның атақты ақсүйектерінің бірі Хұндүлен тайшымен достық қарым-қатынас орнатып үлгереді. Кейінірек Хұндүленнің қызына үйленіп, осы арқылы оның күйеу баласы болады. Жоңғар хандығында болып жатқан өзгерістер һәм оның одан әрі күшеюі Қазақ хандығы мен Орта Азия мемлекеттері үшін өте қауіпті еді. Шығыстағы үлкен қатерді жеке басында сезген Жәңгір күнбе-күн күш алып жатқан көршісін тоқтату үшін шұғыл шаралар қабылдау қажеттілігін түсінді. Ең алдымен Жәңгір сұлтан қазақ билеушілері ішіндегі аса құдіретті әрі абыройлы саналатын Жалаңтөс батырмен ортақ мәмілеге келді. Содан соң Бұхар ханы Имам Күлімен бейбітшілік орнатып, мұғол билеушісі Абдаллахпен одақ құрды. Осылайша ойрат басқыншыларына қарсы Орта Азиядағы түркі халықтары одақ іспеттес бірлік құрды. 1643 жылы жоңғар билеушісі Батыр Қонтайшы Жетісуды толық әрі түпкілікті өзіне қарату үшін жорыққа шықты. Жорық сол жылдың маусым немесе шілде айларында жасалған болуы мүмкін. Себебі дәл осы айларда далалық аттар ұзақ жолға шығуға дайын болады. Қонтайшы жорыққа өте тыңғылықты дайындалды. Өзінің барлық одақтастарын шақырды. Жоңғар армиясына шығыс моңғол тайпаларымен қатар қалмақ сарбаздары да қосылды. Сонымен қатар Батыр Қонтайшының одақтастары қатарында Күйік сұлтан есімді қазақ билеушісі болды. Ол сатқын сұлтандардың бірі еді. Бірақ та жоңғар ақсүйектерінің арасында да бірлік болмады. Батырмен билікке таласқан Хұндүлен тайшы жорыққа қатысудан бас тартып, күйеу баласы Жәңгірге алдағы жорық жайлы ескертті. Алдын ала хабар алған Жәңгір сұлтан жаумен болатын қақтығысқа дайындалуға кірісті. Батыр Қонтайшы 1643 жылдың жазында Алатау мен Тоқмақ қырғыздарын тонап болған соң Жетісуға, Ұлы жүздің жеріне аяқ басты. Жергілікті сұлтандардың жасақтарын талқандап, жорықты жалғастырды. Жоңғар әскерінің саны 5 түмен еді. Шыңғыс ханның кезінде бұндай жасақ 50 мың адамға тең болатын, яғни бір түмен 10 мың сарбаз. Бірақ бұл уақытта бір түмен 10 мың сарбазға жете бермейді. Шамамен 5 мың 7 мың адамды құрайтын. Есептей келе, жоңғар әскерінің саны 20-25 мың болды деп шамалай аламыз. Бұл Жәңгір сұлтанның 600 адамдық жасағымен салыстырғанда өте үлкен әскер еді. Жәңгір болса, өзінің күшін есептей келе жорыққа дайындықты бастады. Жоңғарлардың жолында Орбұлақ өзенінің шатқалы бар екенін байқады. Саны жағынан басым жауға тойтарыс беруге өте ыңғайлы жер. Содан кейін одақтастарына көмек сұрап шабарман аттандырады. Жәңгірдің сұранысына Самарқанд әмірі Жалаңтөс батыр жауап беріп, 12 мың әскермен Жәңгірге көмекке аттанады. Және де қазақтардың тағы бір одақтасы қырғыздар да Жәңгірдің сұранысына оң жауап қатады. Олар 2000 адамнан тұратын жасақпен Жәңгірге көмек көрсету үшін жол тартады. Самарқаннан Жетісуға дейін 1 айлық жол. Бірақ аттарды ауыстырып, жылдам жүріспен жүрсе, 4 күнде жетуге болады. Осылайша Жәңгір сұлтан 600 адамдық жасақпен 25 мыңдық жоңғар армиясына 2 күн бойы қарсы тұруға мәжбүр. Жоңғар әскерінің тар тау шатқалына бара жатқан жолында Жәңгір сұлтан жауынгерлері адам бойына тең ор қазады. Ал оның артына биік жер үйіндісін жасап, 300 сарбазды орналастырады. Жәңгір болса, қалған 300 жауынгермен бірге 45 градусқа еңкейген таудың баурайына жайғасады. Егер бұрын қазақтардың тактикасы жауды айдалаға алып кетіп, өздері әртүрлі бағытта шашырап, содан кейін оны ашық аймақта қарсы алып қирату болса, бұл жолы Орбұлақтың тар шатқалында жол өтетін жерге қорғаныс тұзағын салды.
күн батқан кезде Батыр Қонтайшы әскерімен тұзақ құрған жерге жақындағанда, оның әскерлерінің алдыңғы бөлігі шабуылға ұшырайды. Ол үшін бұл күтпеген жағдай. Өйткені бұған дейін ұлы далада ешкім ешқашан ор қазып, қорғаныс үйінділерін жасап соғысқан емес. Жағдайды бағамдай келе, Батыр Қонтайшы жауынгерлеріне шабуылға шығуға бұйырады. Алайда ордың ішіндегі 300 қазақ жауынгері мылтықпен оқ жаудырып, жоңғарлардың шабуын басып тастайды. Мылтықтың даусынан шошыған жылқылар үстіндегі сарбаздарды лақтырып, қорыққаннан жан-жаққа қашады. Жоңғар әскерінің құрылымы бұзылып, сарбаздар қарымта шабуылға шыға алмай қалады. Мылтықтан басқа қазақ жауынгерлері өз заманының химиялық қаруын да қолданды. Жанғанда улы газ бөлетін арнайы кептірілген шөптер дайындап, жоңғарларға алаумен бірге лақтырды. Шатқалды мылтық ұнтағының түтіні мен улы шөптің түтіні басып қалды. Жоңғарларға бұл қарбаласта шайқасу түгілі дем алудың өзі қиын. Жоңғар жауынгерлері шегіну керектігін немесе шайқасу керектігін түсінбей дал болды. Егер шегіну керек болса қай жаққа және қай бағытта, атпен немесе жаяу, не істерін білмей жағдайы қиындай берді. Жоңғар әскері басқарусыз қалды. Ал бір орында соғысып жатқан Жәңгір Сұлтанның жауынгерлері түтіннің ішінде қайда және кімге ату керектігін нақты білді. Батыр Қонтайшы болса, қолынан келгенше әскерін жүйелі түрде шегіндіруге тырысты. Бірақ әскері тым көп болғандықтан артқа қайту, шегіну процесі ұзаққа созылды. Ақыры үлкен шығындармен болса да ашық қауіпсіз жерге шықты. Түні бойы шығындарды есептеумен болды. Әскердің шығыны 5000 адамға шамалас болып шықты. Сонымен қатар, Жәңгір Сұлтанның жасағы қаша алмаған жоңғар сарбаздарына соққы жасай келе, Батыр Қонтайшы барлық тоналған мүлікті алдыңғы қатарда алып жүргені анықталды. Келесі күні таңертең Қонтайшы қазақ жауынгерлері орналасқан шатқалды айналып өтіп, артынан соққы беруді ойлады. Жәңгір Сұлтан бұл қадамды байқап, қорғаныс үйіндісінің артындағы жауынгерлеріне өз позицияларын күшейтуді бұйырды. Батыр болса, сол аймақтағы кішігірім бір өзеннен өтіп, тау баурайындағы қазақ жасағына шабуыл жасады. Жәңгір Сұлтан жауынгерлерін бұрып, жоңғарларға оқ жаудырады. Алайда Жәңгір Сұлтанның бұл әрекеті позицияларды ұстап тұру үшін жеткіліксіз болып шығады. Өйткені жоңғарлар шабуыл жасап жатқан еңіс, яғни тау баурайы онша тік емес еді. Жоңғар шабуылы салыстырмалы түрде сәтті болды. Біраз уақыттан соң Жәңгір қиын жағдайда қалды. Дәл осы сәтте қазақтардың қорғанысы шытынай бастағанда, қырғыздар мен ұлы жүз қазақтарының 3000 атты әскері келеді. Олар өздерінің шабуылымен шайқасқа түскен Батыр Қонтайшының атты жасағын қуып, Жәңгір Сұлтанды құтқарады. Екі жеңілістен кейін Батыр Қонтайшының әскері алдындағы беделі түсіп, сарбаздар қолбасшының қабілетіне күмәнмен қарай бастайды. Бірақ оқиғаның шарықтау шегі Жалаңтөс Баһадүр әскерінің келуімен болды. Батыр Қонтайшы Самарқант әмірінің 12.000 әскерін байқағанда, қоршауға түсіп, соққының астында қалудан қорқып, шегіну қамын жасады. Ақыры тоналған мүлік пен тұтқындардан айырылған соң, Батыр Қонтайшы Алмалықты тонау жоспарынан бас тартып, ұзақ жолмен болса да шегінуге шешім қабылдайды. Батыр Қонтайшы өз ордасына келгеннен кейін, оны елшілер Илин мен Кучи күтті. Олар Орбұлақ шайқасының куәгерлерінің сөздерінен жазып алды. Осылай тарихтағы шайқас туралы фактілер расталады. Бұл жазбаларды жеңілген тарап қалдырғандықтан, олардың сенімділігіне күмән жоқ.